Сәлеметсіздер ме алтын оқырмандарым? Бүгін сіздермен қызықты және ой саларлық бір оқиғамен бөліскелі отырмын. Әңгімені тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Алланың мейірімі шексіз. Ол әрбір тәубе етуші пендесін кешіріп, тура жолын нұсқайтыны хақ. Сондай бір пендеміз таңғы намазды мешітте оқу үшін ұйқысынан ерте оянады. Ол дәретін алып, киініп, мешітке жол алады. Бірақ жолда ол сүрініп, киімін былғап алады. Ол киіміндегі лайды қағып, үйіне қайта оралады. Сосын жылдам дәрет алып, киімін ауыстырып, қайтадан мешітке бағыт алады. Бірақ та дәл баяғы жерге келгенде тағы да сүрініп құлап қалады. Сосын киімін ауыстырып, тазалау үшін қайта үйіне барады. Мешітке бара жатқан жолда ол шам ұстаған бір кісіні көреді. Ол кісіден неге жүргенін сұрағанда, ол былай деп жауап береді. Мен сенің жолда қалайша 2 рет құлап қалғаныңды көрдім. Сондықтан жолыңды жарық етейін деп шам алып келдім. Адам оған рахметін айтады да, екеуі мешітке барады. Азан шақырылғанда өзіне жақсылық жасаған кісіні бірге намаз оқуға шақырады. Бірақ әлгі кісі келіспейді. Адам оны бірнеше рет шақырады. Бірақ ол кісі айтқанынан қайтпай тұрып алады. Адам оған неге намаз оқығың келмейді деген сұраққа әлгі кісі мен адам емеспін, шайтанмын деп жауап береді. Адам қатты таңғалады. Мен Алла разылығы үшін таң намазын мешітте азан шақырып оқып құлшылық жасауға келе жатқан пенде едім. Егер сен шайтан болсаң, онда неге маған көмектессің деп сұрайды. Шайтан, сені 2 ретінде де сүріндірген мен едім жолда. Бірінші рет сүрініп, үйіңе дәрет алып, тазаланып қайтқаныңда Алла сенің барлық күнәларыңды кешірді. Сонда мен сені тағы да 2 рет сүріндірдім. Бірақ бұл да сені тоқтата алған жоқ. Және сен тағы да мешітке бағыт алдың. Сол кезде Алла сенің отбасыңның барлық күнәларын кешірді. Егер сен тағы бір рет құлап қалсаң, Алла сенің бүкіл ауылыңның күнәларын кешіріп жібере ме деп қорықтым. Сондықтан да сені мешітке аман есен жетіп алуыңды қадағаладым деп жауап береді шайтан. Әрине, бұл әңгіме пәлсапа мысалы. Бірақ астарында үлкен мән мағына жатыр. Күнделікті өмірде ойға алған ісіміз болмай қалып жатады. Және соған өзімізге ренжіп, күйзеліске түсіп налимыз. Міне сол тірлігіміз дұрыс емес екен. Қанша сүрінсек те Аллаға тапсырып, ары қарай қателескен жерімізді түзеп, жұмыс жасауымыз қажет екен. Себебі Алла әрбір пендесін жамандыққа қимайды. Құлшылығымызды жасап, тәубемізге келсек болғаны. Ал жолыңның болмауы, ісіңнің кері кетуі, адамның тура жолдан адасуы, оның барлығы шайтаннан. Сондықтан әрқашан тура жолдан адаспай, шүкіршілігіміз бен тәубемізді айтып, Аллаға құлшылық етіп жүрейік. Алланың мейірімі шексіз. Ол тәубесіне келген кез келген адамның күнәсін кешіреді. Бүгінгі әңгімені осылай аяқтаймын. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, онда каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі алда сіздермен бөлісер ой саларлық әңгімелерім каналымнан көптеп шығады.